Ондай нәрселерді жазу керек емес. Біз қазір өзіміздің жастарды неге не дейді ғой, патриотиялық тәрбиелеу, соны үйретіп жатырмыз. Соның бәрін үйретіп жатқан кезде осындай жазу статьялар шыққаны өте дұрыс емес. Онда бізде сонда Гитлер болсын ардагер, онда Ұлы Отан соғысын. Біз қанша Қазақстанда айтып жатырмыз ғой, бүгін талай жігіттер айтып жатыр. Бір жанұя жоқ сол соғыстан зиян көрмеген. Біреулер қайтыс болды, біреулер соғыстан инвалид болып келді. Бір жанұя жоқ бұл соғыстан не қылмаған. Журнал шығып жатыр 9 майдың алдында 69 жылдық мейрамға Ұлы Отан соғысының жеңісіне. Бірінші парағында Гитлердің суретімен. Ол не деген сұмдық? Ол масқара ғой біздің қазақ еліге. Гитлердің суретін баспау керек, еш жерде шықпау керек. Тем более біздің Қазақстан жаңа журналдың атын көріп тұрсыз ғой. Өзінің аты қандай адамдар, Алматының Қазақстан адамдары деп. Сонда Қазақстан жұлдыздарымен қатар бола ма Гитлер? Неге біздің Панфилов геройдар, Бауыржан Момышұлымыз бар, Қасен Қайсенов бар. Нақ сол кісілерді бірінші парағына шығармайды журналды. Енді осы 9-шы мейрамның алдында сондай журналда сондай жазу, это мен ойым бойынша тап-таза провокация. Ол бекер емес қой, осынша ел мына жерде қазір келіп өз қарсы шығып атқан. Призвать какой-то ответственности надо. Это пропаганда фашизма, самая натуральная.